Рус ишгалчылары хырымлылар арасында паралы аскер хыдыра Украина баш штабында білдіргенлеріне көре 1200 мобюсны Вагнер паралы аскер мөйсесіне вербовка еттілер. Февраль айындан берле оларны ең қанлы чатышмаларға аталар. Рус ишгалчы дәрежеліге Қырым описханелерінің мабустеріне сеферберлік резерві ве рус ғайыпларының невбеттеке парчалары оларақ бақа. Ади ватандашлар үшін Бахмутқа кириш ясақ. Бұл күнден башлап садыже махсус изын кәғытларынен мүмкін. Донецк Арби мемориятында қайд еткенлеріне көре бұл құрал журналистлер ве волонтерлар үшін кечерледір. Бойле қарар рус диверсантлары чоқлашқаны ве ватандашларының телукесізлігі үшін қабыл етілді. Бахмутның озы ве етрафы жебенің ең sıcak ноқтасы оларық сақланыла. Артиллерия бір ань біле тоқтамай шерінің дайни штурмлары есеп девам етем. Украина баш штабында білдіргенлеріне көре Украина мудафачылары душманның Бахмутха ве Кременнайға дембетеки илерлемесіні тоқтатып болды. Бұне бәрабер душман Харьков ве Запорижье истиқаметлерінде де ұжым gerçekleştirмеге тырышты. Ама Украина аскерлерінден атеші жевап алған сон қачтылар. Для посилення контрдиверсійних заходів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області противник направив туди близько 200 військовослужбовців Росгвардії. Їх розселили на території бази відпочинку «Чайка» у населеному пункті Лазурне. А для безпеки окупантів у селищі обмежено пересування місцевих жителів. Ахмеждте Украина араба номерлері себебінден қавға мейданға келді. Ерлі наргеле меканындан 5 адам сигарет чекмеге шықты. Олар Украина девлет араба номерлерінен яраштырылған бейаз дувар янында тұрдылар. Бұнен генч бір группның дихатыны желпеттілер. Бұл групп камуфляжлы қияфетлер кейген юзлеріні исе балақлаваларнен қапатқан еді. Чоқ фазла тұшынмейіп дувар янында тұрған инсанларға салдырып Украинаны дестеклегенлерінде қабаттадылар. Юзберген Одессе гизли камераға чекілді. Көрінгеніне көре генч адамлар Рус дүниясының адеті үзре тұрған мекан зияречілеріне ұжым етіп юмруқлар ве аяқларыны қолланалар. Шатларының қавғаны тоқтатма истеклері муафақиятсыз екінленді. Салдырғанлар меканға керіп весиқаларыны талап еттілер. Егер рет етселер сесилеқларнен қорқыттылар. Бірқаш вақыттан sonra мекандан айрылдылар. Зарар көрген 4 кіші ise хастаханеге мұражат етті. Фақат полис бөлігіне шикает язмадылар. Украинаға дестек үшін тешеккүрлер ве хомшылық бірдемліге Қырым-Татар Милли Межлисінде яқшы хомшы яқын ақраба адында умуми Украина акциясыны илан еттілер. Қырым-Татар темсили органның офисінде бір авто евелсі зелзеледен зарар көрген түрк халқына гуманитар ярдым топлайжақлар. 100 елінің фажиясы en azından 30 bin түрк ватандашының жаныны алдым. Зарар көрген регионлар ади eşyalarga muhtaç деп хайдете Милли Межлис рейсі Рифат Чубаров. Сөз балалар ве büyükler үшін қияфет, төшек ве темізлік үшін eşyalaraqta kete. Meclis ofisinde yardım kampanyası 13 Mart gününe kadar devam edecek. Bunun beraber iş adamlarından destek geleceğine de işanalar. Ukrayna'nın özü Rus işgalcileri tarafından zarar görse de komşularını unutmamalı. Іноді майже доброго сусіда можемо поставити вище, ніж просто родича, бо добрий сусід – це все, він завжди приходить на допомогу. Турки прийшли нам на допомогу найстрашні часи, перші дні широкомасштабного вторгнення, саме Байрактари багато в чому допомогли мужнім українським військовослужбовцям зупинити ворога і погнати його вже від Києва. Зараз турки в складній ситуації, ті, які от місцевості, де відбувся землетрус. І це буде з нашого боку дуже шляхетно, ми це зробимо. Rus işgalcilerini yenmek için Cömertissem Danimarka Harbi kuvvetlerinde bulungan Epsi-Цезарь gaubitsalarını Ukraynaga berdiler. Bu haqda Ukrayna Mudafaa Nazirliginde qaydetiler. Söz Frankistan imalatına ait olgan Sau-19 haqda kete. Danimarka bu silahlarını Ukraynaga bermek kararını yanvar ayının sonunda kabul etti. Bunun beraber Ukrayna silahlı kuvvetleri kullanma Ugrinov programmasından da geçecek. Geçenleri Frankistan Mudafaa Naziri Ukrayna ordusunun 18 Цезарь gaubit
операцияға сайып болғаныны, ләкин бұларынан бір қысмы тәмірленмесі керек болғанын айтып кешті. Ендіден Данимарканың бергенлерінен бер Украина ордусында 37 цезарь олacak. Да 12 сау Франкистандан бекленіле. Анен bu silahlar keçkensine бар айларында Украина ордусына пек ярдымчы oldu. Цезарлер ярдымынен Украина аскерлері Рус işgacılarını Yılan adasından қуып oldu.